бала емізетін әйелдер, тыңдаңыздаршы, бала емізетін әйел мынау 3 круг болады, үлкен көшеде жүгіріп келгендей күшті жоғалтады екен да. 3000 километр күшті бір бала емізген кезде жүгіріп келгенде күш жоғалтады екен. Содан кейін бала емізетін әйел тез шаршап, тез ұйқысы келіп, энергиясы еш нәрсеге жетпей, маужырап, есеңгілдеп, андай ойы бір жерде тұрмай жүреді екен да. Және де бала емізетін әйел ұйқысы глубокий, мынау миында глубокий фаза болады ғой. Балаң қылт ете оянып кетесің, балаң сәл жыласа оянып кетесің, сондай ми қатты ұйқыға бата алмайды екен. Ми ұйықтай алмағаннан кейін адам шаршап жүреді, ашуланшақ болады, нервный болады. Соның барлығы бізге әсер етеді. Мен балаңды емізбе, емшектен шығар демеймін, бірақ бала емізесің ба, балаңмен қосылып ұйықтап ал, балаңмен қосылып демалып ал. Сен де өзіңе демалыс сыйлаған кезде сенің миың демалады, сен балаңа дұрыс көңіл күй бөле алатын боласың. Сол себепті шаршады.